Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бүгін осындай өрім нанын дайындаймыз. Ол үшін каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Жылы суымызға жылы сүтімізді және сұйық майымызды, айранымызды, ашытқымызды және бір жұмыртқамызды жарып, оның үстіне тұзымызды, қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бұдан кейін електен өткізіп, ұнымызды қосып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болуы керек. Мына видеода көрсетілгенде жұмсақ болуы қажет. Одан кейін бетін пищевой пленкамен жауып, көтерілгенге дейін жылы жерде 1 сағатқа қойып қоямыз. Міне қамырымыз ашыды. Қамырымызды жерге төгіп, екі бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін домалақтап шетке қойып, екінші бөлігінде домалақтап аламыз. Одан кейін бұдан кішкене тағы қамыр бөліп аламын. Осы қамырдың кішкене бөлігін тағы да 3-ке бөлемін. Бұл өрім жасау үшін қажет. Видеода көрсетілгендей етіп, ұзынша етіп, осылай жайып аламыз. Енді үшеуін бірге жайып алғаннан кейін, үшеуінің басын біріктіріп, шаш өргенде өріп шығамыз. Пергамент қағазының үстіне кішкене ұн себеміз де, қамырдың қалған бөлігін қолымызбен басып алмай, жай ғана жайып шығамыз. Одан кейін өрімімізді айналасына осылай қоямыз. Бетін жауып, көтерілгенге дейін жарты сағатқа қоямыз. Одан кейін саусақтарымыздың көмегімен осылай сызықтар жасаймыз. Енді жұмыртқамызбен барлық жағын жап шығамыз және үстіне күнжіт себеміз. 180 градус пеште қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Керемет нанымыз шықты, өте әдемі көрінеді. Барлық адам сүйсініп жейтін болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Алтыншаш.